жеткені біз жаңа айтты осында бірінші шыққан дәрігер. Біз тек қана симптомдарын емдеп келдік осы уақытқа шейін. Себептерін емдеген жоқпыз. Ал пайдаланып жүргеніміздің дәрілеріміздің құрамы химия, синтетика, организмді құрамайды. Міне осындай жағдайдың есебінен көп науқастар аурудан жазылып кете алмайды. Ал енді міне осы жағдайды пайдаланып, бұрында көзіміз жеткен жағдайды ескертіп сіздерге айтайын деп отырмын. Мынау табиғи нәрсеге жетпейді. Бұл алып отқан бүгінгі естіп отқан информацияның барлығын байқағандарыңыздай бәрі 100% табиғи. Организм неге ауырады? Бірдеңе жетіспегеннен кейін организм титықтайды. Біз соны байқамаймыз. Мазам жоқ деп жүре береміз. Мінекей сондықтан солардың бәрі толып болып тұрса, біз неге ауырамыз? Қазақ айтады, ауру астан деп. Сол астың құрамын реттеуіміз керек. Өздеріңіз байқағандай барлығы шөпті екен. Сондықтан қазірде мен дәрігер есебінде біраз сіздерге беріп жүрмін. Көбісі бәрінің жүрегі шайлап қалған. Ананы ішіп, мынаны ішіп. Барғысы келмейді, ішкісі келмейді. Бұны қорықпау керек. Бұл табиғи өнім болашақта бар елдің, бар халықты денсаулығын нығайтады деп есептеймін. Бұны ауырып қалған кезде емес, ауырмай тұрғанда ішу керек. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын ізде деген бар. Сонда біз ұзақ жасаймыз. Сонда біз